Все. Қалайсыздар достар, қайырлы күн. Короче, мен неге далада тұрмын? Себебі біздің Аяннан білесіздер, телефон ескіріп, память симай сөйтіп жүрген болатын. Енді телефонға особо қызықпаймыз, бірақ та маған телефон алып берші деп жүрген болатын. Енді біраз история түсіру үшін. Енді историяны жыртайын деп тұр. Короче, мама екеміз Аянаға керемет бір жаңа телефон алдық ағайын. Енді мен бұл жерде жай ғана себепшімін. Алған менің мамам. Қалай мам? Жақсы. Кәне көрсетіңізші. Ашылған жоқ қой. Қазір мұн жерде, осы жерде көріп алайық. Қазір ашады ағайын. Міне телефон алып берді, қазір үйге кіреміз. Жан, бүгін мама саған бір сыйлық әкепті. Не сыйлық деп ойлайсың? Киндер. Киндер емес. Чехол. Чехол емес. Тағы бір вариант. Тапсаң таптың, таппасаң көреміз өзіміз. Икра. Икра? Жоқ, жүр көреміз. Жан, саған мама бауырсақ әкелді. Қалай, ұнай ма? Иә. Бауырсақ ұнап тұр ма саған? Иә. Болды, кән жейсің. Бауырсақтың өзі қуаныш қой ма? Иә. Бауырсақтың өзі қуаныш қой. Қазындайым, ең үлкен сыйлық ол емес. Қазір мама саған табыстайын деп тұр. Андағы не деп ойлайсың? Телефон. 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 Иә. Мама бүгін саған телефон алып келді. Шіркін-ай. Үйдегі ес ба? Көп сторис алсың. Иә. Енді Аянаңда ескі телефон жаман емес, айфон қой. Енді мама соны ұстап стримға кіреді. Иә. Болды ағайын, осындай сыйлық.